осында қуыс кеуделік дәуір асқып кетті қазақтарда. Қатты көрінеді. Өзбектер бізбен салыстырғанда жоғары. Түркмендер сонда жабық мемлекетте отырса да бізден ілгері. Қырғыздар бұндай емес. Хотя академиялық жағынан да бізден төмен. Рухани жағынан да бізден артта. Бірақ соның өзінде ол бізден жоғары тұр. Суицид мәселесінде. Біз оған үлгі болуымыз керек қой негізінде. Себебі біреу оңбаған 32 жылға дейін. Мына кісіні сіздер ашаршылыққа кетіп барады, мына бейшаралар сіздер қарайсыздар дағы тек қана бір биологиялық дене кетіп барады деп ойлайсыздар. Бір жерге барды, тамақ таусылды, қалжырады, құлады, өлді. Олай емес шындығында. Анау соңынан келе жатқан адамның көкірегінде не күй сайрап жатқан сен білмейсің. Бұл мына Атыраудың қазақша фото түсіріп алған. Сен білмейсің қақта түсірген. Мүмкін Оралдан шығар. Бұл бір әнші шығар мысалы. Мүмкін ана әйел әлемде жоқ қымызды ашытудың рецептін білетін бір сондай бір аспаз шығар. Ана отырған бала қаншап қойып сияқты қимағылық біреу шығар пәленбай нәрсені жаттап алып. Ана алдында кетіп бара жатқан арба сүйреп бара жатқан адам мысалы ол Бұхарада оқыған бір ишан шығар мысалы. Сен білмейсің ғой. Сондықтан мыналардың кейінгі ұрпаққа аударып төңкеріп тастап кететін құндылығының бәрі бұлар ашаршылықтарға бірге құлаған кезінде болды бітті. Қайтып келмейді. Осылармен бірге кетті бәрі. Бірақ енді ой содан болып жатыр екен ғой. Енді қайтып қайтарамыз деп тағы депрессияға түспей қойды. Қалған ашаршылықта өлмей қалған 3 миллион адамның жеткізген құндылығын бар ғой, сен миллионнан бірін игере алмайсың. Анау даталау көп Қазақстанда. Құдай салмасын өткенде барып ана игерейік деп қарасаң, дәу тауып анау құндылықты. Шетін барып, әшейін түрт қалып, мен әлі біткен жоқпыз ғой. 38 біткен, мен жазып қойғам ана шақмағанда. Әлі біткен жоқ, уақыт жоқ, жетпейді адамдар ананы игере алмай жатыр. Так, жүре. Так, бірақ сіздер қатты депрессияға түспей қойыңыздар. Қазақтар 32-ші жыл, 33-ші жыл ашаршылықта ұрынып, бір-бірінің етін жеп, баласын етін жеп, бәрі миы ағып, бәрі психологиялық соққы алып, құлдырап құлаған кезінде қайтадан елді қайтып көтеріп алатын адам, бұл кәдімгі Теміртау жүрген, Ақтөбенің Қырғыз деген жерінде туған, Қазалда оқыған, сол жерде Тұрмағамбет Ізтілеуовтың қолында бұл барып арнайы оқып, осы майданға шыққан адам. Бірақ бұлдай нағып гений болып, бүкіл Қазақстан бұл көтеріп жатыр дейтін болсаңыз, опаң айып. Оның әкесі қара, сотта, орыстардан жеңіп қалады дауда. Сосын тұрады, бұның әкесі айтады. Осыдан көрсетемін мен сендерге дейді қазір. Баламды дайындаймын. Сосын балам орысша сауатты болады да қырат бәрін деп айтқан қара. Бұның 3 мың ба 4 мың ба жаңағы түйесі бар еді, байып деп айтады ғой. Сөйтіп тағы, бірақ бұл қазіргі современный қазақтар сияқты топас емес бұның әкесі. Қараңғы емес. Онда құлдық психология орнап қалған. Бірден барып орысқа бермейді ол. Бірінші Тұрмағамбетке алып барады әулиеге. Ол Бұхарада оқыған ғұлама. Тұрмағамбетке айтады, мына баланың көкірегінің бәрін әбден хикметке толтыр, қазығын қақ, мызғымайтындай қылып. Содан кейін бұл баланы салам зор соғуға дейді. Болды дейді, 6 жастан алады да 4 жыл бойы бұны парысша, арабша, шағатайша оқытып, бай кітаптың бәрін жатқа соғады. Бұл одан кейін барады дағы 10 жасында Аламесек деген жерде Қазалыда ма, сол жерде барып осы мектепке береді. Бітіріп шығады дағы мәсаған дейді да қызықтың көкесін көрсетеді. Сөйтіп ашаршылықтың кезінде әбден көңілдердің бәрі тапталып, намыстың бәрі быт-шыт уже дымы жоқ, бұл ел болмайды, бұларды Россияның құрамына қосып алу керек деген әңгіме шығып жатқан кезінде бұл керекті мәдени майдан жіберді. Мынау міне театр оңғындық. Не істеді бұл? Бұл тұрды 36-шы жылы мына әртістердің бәрін жинап алады. Бұның театрда жұмыс істеген біреу Қажымұқан, кәдімгі 700 сом айлық алады театрда. Бұл өзі Қызылордада жүрген. Кейіннен Алматыға бұл қартаяқтарына штатта істемейді. Қасындағысы Қанабек деген Украш Пайситованың әйелі. Бірақ ол профессионал. Күйеуі. Бірақ енді ол енді бұл профессионал әртіс емес. Әшейін самодеятельностьпен айналысып жүрген балдар. Бұлар өз милицияның бастығы жүргенде екі қазақ аты өлтіріп қойып, содан басы бәлеге қалып, жаңағы амнистияға ұшырап, содан Алматыға қашып кетіп, сол жерде Күләштің ағасының үйіне квартира жатқан кезде случайно Күләшпен танысып қалып, екеуі ғашық болып қалып, содан шығып кетеді. Кетті, жіберді. Мынау мына екіншісі Иса Байзақ пен Әміре, мына екеуі кәдімгі күндіге жабысып қалған дос. Кәдімгі қоянды жәрмеңкесінде екеуі бараттағына неше түрлі концертті қойып, қап чемодан ақша жинап алып, семейге барып, сол жерде екеуі үйрек атып, 100 грамдап жататын болған. Кейінгі Совет өкіметі құрылғаннан кейін бұлардың бәрін Қызылордаға шақырып, Қызылордадан Алматыға алып келіп, бәрін жайғастыратын Темірбек жүрген. Бірақ әңгіме кезде ол Темірбек жүрген келіп жатқан кезінде әңгімені тепкілеп МКД өтіп тастайды, бұл театрға ілінбей қалады. Иса Байзақ соның досы бұл енді қатты шығып кетеді. Жібере салыңдар. Мынау құтқарылған екеуі, мынау Күләш, бұл енді Қарағандының қызы Ақтоғайдың. Бұл ашаршылық кезінде күн көреміз бұны байға күйеуге беріп тастап, онымен ажырасып Алматыға қашып келіп, сол жерде театрға барып, случайно барып ән салып кетеді.
бірақ бұның әншілігін бағалайтын өте маман жоқ. Ол өлеңді күшті айтып жатыр ма, нашар айтып жатыр ма, оны білмейді да адамдар. Соны дайындап теміріп жүрген пойызға қамап барып, оған Брусиловскийді әкеліп береді арнайы. Шараға келеді де 20 жасар уже кексе қатын болып қалған кезі, екі бала туып тастаған өзі, Құрманбек Жандарбектің әйелі болып отыр. Бұған Александров деген бишін алып келеді да, давай, короче, мына екеуін біреу биші қыласын, біреуін әнші қыласын. Екеуін дайындап Москваға алып барып салған кезінде барып Большой театрда фурор туғызып, ана Сталиннің бәрі тұрып қол соғып, Георг ана сарайына шақырып 100 адамға тамақ беретін кез сол кез. Содан мыналардың енді естелігін оқысаңыздар, осылар айтады. Сол кезде қазақтардың бәрі мәдениет құруға уже бәрі құлдырап біткен кезінде халықтың мәдениетке деген құмарлығын қайтып оятып жібереді дағы 36 жылы қазақтар қайтадан музыкальный инструмент сатып алып, қайтадан ғылым білімге тартылатын кез 36. Тура сол кезде бұған дейін Россияның құрамында қазақ АССР болып тұрған республиканы қазақ СССР деген статус береді, бөлек республикаға шығарып жібереді. Соның арқасында 91 жылы Ельцин келіп СССР таратқан кезінде біздерге болды, сен өзің бөлек СССР емессің ба, республика. Бар енді айналайын деп арқасынан қарап шығарып жіберетін кезі сол кез. Егер сол кезде АССР болып қалып кетсең, болды тындың шаруаны. Ельцин миллион жерден демократ болса да құжат жоқ. Конституция бойынша сен Россияның субъектісі болып қаласың. Онда Татарстан, Башқұртстан, Шешелстан сияқты Қазақстан соның ішінде окончательно орыс болып тынады. Одан да бөлек тәуелсіздіктің бір жақсы жері осылардың алып берген. Міне сіздер еркектер, маңдайларыңыз жарқырап, кеуделеріңіз тастарыңызда, балдарыңыз оқып жатыр. Нормально оқып жатсыздар, иә. Шекараның қазір арылайтын Россияның жағына шығарып жіберетін болса, мына отырған еркектің біреуі болмайтын жерде. Бәрін военкоматқа шақырып та Украинаға айдап жібереді, Хаймарстан бәрін турап істейді. Сондықтан тәуелсіздік деген осындай өлеңдердің арқасында келген дүние. Көрдіңіздер ма? Жібер. Так, мынау Ильяс Омаров. Бұл не істеп жатыр? Бұл екінші қазақтардың бәрі тағы да сонда хускүйдерге қарай құлап баратқан кезде өзіне сенімділігі уже күйрей бастаған кезінде келеді тағына мәдениет министрі өзі екінші жүрген 38 жыл алып тастады, сосын орнына мынау 67 жыл министрі келді. Бірақ ол 58-ден бері күресіп жүрген өте гигант, кімнің Қостанайда Ыбырай Алтынсарин мектебінде жетістік мектепте оқыған, тіл білмейтін бәлесі жоқ, әдебиеттің бәрін ішіп алған. Соны жазушы боласың деп оған Мехмет Мали направление жазып беріп, Ташкентке жіберген кезде оқу толып қалып, бұл случайно финансисттің оқуын оқып кетіпті, соны финанс жібер. Мына қазақтардың духын көтеретін кезде, қазақтарда мәдениет жоқ, жабайы, ондай, мұндай, бұлардың тілі түкке жарамайды, анау деген әңгіме гуілдеп жатқан кезінде Ильяс Омаров намысқа шабыттағыны Сұлтан Қожық пен режиссер, сценарист Ғалип Мүсірепов землягі екеуі шақырып алып, давай-ка баяғы пьесаны алыңдар да кино сценарий қайттан жазыңдар, ақшаны қаппен төгеміз дейді. Сөйтіп, үстеріндегі жарқыраған киімнің бәрін басынан бастап қайттан тігіп кеттік майданға дейді. 70 жылы олардың Бельгияға барып, халықаралық кино фестивальде бәрін қиратып, СССР-ның атынан президенттен сыпырып алатын кез сол кез. Сол мыналарға сол кино біткен кезінде ғой, жаңа сахнаға үшеуін шығарып, жаңа кинода киіп жүрген киімдерін ұстап көрейік те, әдемі киімдерін көрсетейміз, киімдер жоқ, бәрі сықиып, советский галстук тағылған әншейін. Соны өкінішпен жазады. Сонда шынымен де шетелге барған кезде бар, бірақ дейді, өзіміздің мәдениетіміздің не жақсы екен дейді. Оған дейін жаңа бізде дым жоқ деп жүре берген. Соны сындырып тастаған адам. Жер. Так, мынау міне сіздер мен біздерді қазір сіздер мынау қазақтар оқыған, көз ашық, сауатты халық деп біз марқайып жүрміз ғой өзіміз үшін, жаңағы ғылымға бейімділігіміз де. Бірақ сіздер ойлап қалмаңыздар. Просто қазақ болып туғаннан үшін ғана мен осындай ғылым білімге бейім оқуға жаңағыдай бір иығымды беріп тұрамын деп ойлап қалмаңыздар. Олай болатын себебі мына екеуі бірігіп алады. Сөйтіп тағыны бұлар қазақтарды өрге сүйрейтін нені жоспарды екеуі соғыстың жылдарында. Бұл соғыс жылдарында деп тұр. Себебі 41 жылы соғыс басталып кеткен кезде Сталин қазақтар қарауға шамасы болмай қалады тағына, бүкіл фокус мияққа кетіп қалған кезінде мына екеуі келеді тағын давай дейді. Мынау орыстың влияниесін азайтамыз тағына, қазақтардың көкірегін хикметке толтыратын бүкіл хикмет аудалын бәрін қайттан шығарамыз деп Ильяс Омаров бар ішінде. Бегмаханды азғырып, давай сен Кенесарыны қайттан жазасын, Абылай ханды қайттан кіргіземіз деп істеп жүрген кездері сол кез. Неғып бұл екеуі енді дос болып отыр? Олай болатын себебі бұлар үш гигант 17 жасында Семейге оқуға барған кезінде бір квартирада бірге тұрған. Мына екеуі квартирант бірге тұрған. Үшіншісі Жүсіпбек Аймауытов. Просто Қаныш Сәтбаев туберкулезін алып қалды да 18 жылы үйіне кетіп қалған кезде Алашорда ұрып кетіп, ол қатыса алмай қалды да, соны аман қалып қалды. Анау Алашордаға кіріп кетеді да, ұсталып қалады да, Ахмет Байтұрсын жаздым жаңылдым деп ар жазда қашып кетті, бұл 20 жасында шығып кетеді, Жүсіпбек тұтылады да, оны айтып тастайды. Сонымен екеуі қалады. Содан екеуі келеді тағына, давай Ильяс Омаровты азғырып, сен қаржы саласын қой, сен мәдениетке қарай кет, әдебиет екенсің деп
Ильяс Омаровты мәдениет министрлігіне қарай, кино саласына қарай бұрып жіберген Мұхтар Әуезов. Сөйтті бұлар екеуі бірігіп алып істеп жүргендері мынау. Ну, пожалуйста, Алматыға барсаңыздар, мына Қазақ ССР ғылым академиясы дегенді 46 жылы құрады. Оны құру деген оңай шаруа емес. Ғалымдардың составы жетпейді. Оны қалай істеді? 41 жылы эвакуациялаған кезде Москва мен Ленинградтағы академиктер бәрі Алматыға келген кезде Қаныш Сәтпаев бәрін үйімен, жайымен қамтамасыз етіп, бәрін қасында темекісін, шайын тасып, зонтигін тасып жүгіріп жүр. Сол кезде қазақтың чиновниктері айтты: "Қанеке, Қанышек-ау, осындай дағдай басыңызбен шалдардың темекісін тасып жүргеніңізде үндеме академиктердің батасын ала беріңдер, ертең қызық болады" дейді. Бәрі бітіп, соғыс аяқталып, олар үйіне қайтқаннан кейін баяғы жасаған жақсылығын бұлдап, Қаныш Москваға барып тағына ранның директоры жағы кімнің Комаровтың үйіне барады. Әйелі шай құйып отырған жерде. Сол тұрады, Комаров әке бір өтініш болып тұр дейді. Қандай дейді? Короче, Алматыдан ғылым академиясын ашу керек дейді. Өйсен Қаныш болады дейді. Күшің жетпейді сен академик. Мен есебімді табамын, сен тек қағазға қол қойсайшы қайтесің. Отырған кезінде әйелі тұрып, сол бәрін біліп жүрген әнжен кеше Қаныштың үйінде талай рет қонақта болып, шайын ішіп, қазақтардың жақсылығын көріп, не болып соншама бір академияға қол қоя салмайсың ба? Бұл енді барлық әйелдердің влияниясы солай ғой. Бір еркекті құлататын болсаң, бірінші әйелін құлай ұстасын, сосын еркегі шығарып салсын. Сөйтті, ана әйелі давай дегесін Комаров күліп отырып, таз еткізіп қағазға қол қойып жүріп, бұл аппаратта сарт еткізіп Ждановқа көрсетті, пәленбай миллионды бөліп алады да. Авторитетін қараңыздар сол кезде. Қазақтарды надандықтан, уыз-кеуделіктен құтқарам деп 46 жылы Қаныш Сәтпаев беделін салып, Москвадағы Ленин мавзолейін соққан атақты номер 1 архитектор сәулетшіні, фамилиясын ұмытып, сол еврейді Алматыға алып келеді дағым жерге байлап қояды. Сөйтіп мынаның проектісін сызасын, екеуі қасы басында отырып, мынаның бәрін проектісін сол мавзолейді жасаған сәулетші соғады. Бірақ бұның ішіне кіріп көрсеңіздер, қазір іші деген стеналардың қалыңдығы 1,5 метр, өте үлкен, еңселі, өте сапалы ғимарат. Ол нақ сапалы. Олай болатын себебі мынаның бәрін племге түскен жапондар соққан. Сол жапондардың басы қасында Қаныш Сәтпаев жүреді. Сөйтіп бұл 64 жыл қайтыс болғаннан кейін, арада 2 жыл өткен кезде бұның шәкірті Шөкен Канадаға ғылыми конференцияға барады. Сонда Шөкен айтып жатыр енді, кетіп бара жатсам артынан біреу Шөкен деп тілегемей байғұс сақаулап айқайлап жатыр дейді. Артынан бұрып қарасам көзі жыртиып жапон жүріп келе жатыр дейді. Соны келіп тағында Шөкен емессің ба сен деп айтты дейді. Алматыдан келдің ғой деп. Алматыдан келдім. Мен танисың ба деп. Жоқ, сен танымайсың. Мен Жапониядан келіп ғалым конференцияға қатысып жатырмын. Маған не қатысың бар деп. Бая 46 жылы ғылым академиясын соғатын пленуммын ғой мен деп айтты. Сол ғалым екен ол. Сонда бірінші сұрағы біреу-ақ соны сұраған. Қаныш Сәтпаев тірі ма деп айтты. Көрдіңіздер ме анау? Шөкен тұрақтағына өкінішке орай Қаныш атаң 2 жыл болып қайтыс болды дейді. Жапон жылап жүреді. Ойбай, қандай адам еді, қандай адам еді. Сонда мына ғылым академиясын соғып жүрген жапондардың бәрінің жағдайын жасап, сол жерде Қаныш Сәтпаев өзі жүріп 46 жыл бұны ашады да, қазақтар надандықтан, қараңғылықтан құтылып, кәдімгі әлемдегі ең цивилизованный халықтардың көшіне ілесетін неге караванға мініп алады. Бірақ тағы да енді қуыс кеуде деген бәле тағы келеді. Қарасайшы, жібер.